Сұрақ қоямын дейді ғой. Мына жерде сұрақ болғанда сұрақтар мұнда жазып беріліп жатыр. Соның бір-екеуіне иншалла, көп емес, 3-4-еуіне жауап берейік. Сіз өзіңіз қарап маңызды деген. Мына жерде сұрақ кетті. Ұстаз, сізді Ділмұратпен телефонмен сөйлесті деген хабарлар келді. Сол кезде сіз Ділмұраттың ақидасын қабылдады дейді. Не айтасыз? Ділмұратпен өмірде сөйлестіңіз бе? Кеше Фейсбукқа бір статус жаздым. Осыдан бір апта алдын өткен жұма сенбі күндері Шымкентте болдым. Сол жерде уаздан кейін бір бауырымыз келіп сұрақ қойды. Бір ахи бауырлар ерісінді тыңдама, ол адасқан, ол христиандар кәпір емес, олар жәннатқа кіреді деп айтады деді. Сол рас па деді. Субханалла, Құранда Алла субханала тағала Алла үшеу, Иса Алланың ұлы дегендер, Алла үштің бірі дегендер кәпір болды деп тұр. Адам кім? Яғни Алла тағала анық Құранда, хадисте олардың кәпір екендігін айтқан қауымдарға қатысты күмәнда болса, олар мұсылман ба, мұсылман емес пе деген. Оның өзімен адам діннен шығып кетеді. Діннен шығып кетеді. Яғни кім? Алла үштің бірі деген мұсылман ба, кәпір ма білмеймін десе, ол адам діннен шығып кетеді. Себебі нақты күпірлігі анық болған қауымға қатысты әлгі ереже бар. Мән лам юкаффирил кафир ау шакка фи куфрихи фахуа кафир. Кім кәпірді кәпір деп білмесе, оның күпірлігіне күмән келтірсе, ол адамның өзі кәпір деген. Яғни сіз атеист, мұсылман ба, мұсылман емес пе білмеймін десеңіз, Құдай жоқ деп тұрған адамды, ол кәпір емес шығар ол десеңіз, яғни бұл жерде енді дәлел жетпеу емес, ол бөлек мәселе. Жалпы соның өзін айтып жатырмын. Сіз онда діннен шығып кетесіз. Неге себебі Құдай жоқ деп тұрған адам, ол адам мұсылман ба, Құдай жоқ деп тұрған адам. Енді Құранның бір әріпін жоққа шығарған адам мұсылман ба? Мұсылман болмайды. Сіз оның мұсылман емес екендігіне күмән келтірсеңіз, сіз де діннен шығып кетесіз. Мен айттым, субханалла, Алла тағала оның Құранда айтып тұр, ол жалпы мұсылмандардың арасында келісілген мәселе. Мен өмірімде үйтіп айтқан емеспін. Және әлгі бауырымызға барып айт, иншалла, ақиретте сол жалаш үшін сауап керек болып жатқан кезде, сауап керек болып жатса, иншалла, соның сауабын аламыз. Алла нәсіп етсе деп сөйтіп сәлем айтып барды. Кейін екінші бір бауырымыз келді. Ол келді, мен сізден кешірім сұрамақшы едім, сізге тіл тигізуге себепші болдым деді. Қалай себепші болдым? Өзі айтып жатыр, бір күн мен нәпсіме беріліп темекі шегіп кетіп бара жатыр едім. Бір ахи бауырлардың жанынан өтіп бара жатыр едім. Мешітте намазда көрген бе? Соны күліп, бұлардың ұстаздары ерсіндер ғой, олар сөйтіп оларға пәтуа бере береді болады деп сөйтіп күлді деді. Сонымен мен ол қатты жүрегіме тиді. Сол жерде тастадым, тәубе еттім де, умраға бар, альхамдулилля, одан кейін аузыма алған жоқпын оны. Сөйтіп сол кезде осылай тіл тигізуге себепші болдым деді. Содан кейін мен кеше неде жазып жатырмын статуста. Өткен аптада Алланың қалауымен Шымкентте болдым. Сол кезде өзімнің христиандар кәпір емес, олар да жұмаққа кіреді деп, және темекі шегуге болады деп пәтуа бергенімді білдім Шымкентте. Сәләфи бауырларымыз мені өзімнен жақсы білетін сияқты. Енді Ақтауға барып, өзім жайында не біліп қайтар екенмін деп жазып қойғанмын. Енді Ақтауға келіп біліп жатқан нәрсем, мен телефонмен сөйлескен екенмін. Және сол кезде сол кісінің ақидасына өткен екенмін. Енді қашан болдым? Ана негізі психологияда удвоение личности деген нәрсе бар. Білесіздер ғой, адамның тұлғасы екіге бөлініп кетеді, бір кезде басқа тұлғаға өтіп кетеді, бір нәрселерді істейді. Кейіннен қайтадан өзінің тұлғасына қайтады. Сондай бір нәрсе болып, сол екінші тұлғаммен сөйлесіп, сол ақидаға өткен болмасам, бұлайша мен қазір есімде жоқ. Сол Ақтаудың жаңалығы. Субханалла. Бұндай нәрсе болған жоқ. Мен өмірде ол кісімен сөйлескен жоқпын.
Оның ақидасын қабылдады деген нәрсе де мұның барлығы жалған өтірік әңгіме болып табылады. Октан бауырымызбен кездескен, ол кісіні өмірде танимын. Сол кісімен арамызда пікірталастан кейін осы Ділмұратқа жігіттер бар, сұрақтар қойды, оған қатысты жауаптар берді. Кейін ол жауаптарына біз 4 сабақпен ба жауап бердік. 4 сабақпен жауап бердік. Оны сіздердің көршілеріңіз, Атыраудағы бауырларымыз, сол Атырауда жүрген кезде түсіріп алды, сөйтіп жариялады. Ханафи кезекте жүргізіп отырған жігіттер бар, Алла разы болсын. Солар жариялады. Али студиясы олардан алды кейін. Одан кейін ол кісілерден оған қатысты жауап болған жоқ. Ол жерде негізі жала жатты. Негізінде жала жатты. Кейін сәжде мәселесіне қатысты жала жатты. Адамға сәжде жасауға болады деп айтады деп. Әзірге дейін соны білгеннен кейін де айтып жүргендер бар. Өткенде Түркістаннан Алматыға бір бауырымыз келді. Бір бауырымыз келіп 5-6 жыл сәләфилікте жүрген. Сонымен сол диспуттан кейін менде сұрақтар пайда болды. Сол сұрақтарды Мединеге жібердім, жауабын ала алмадым. Кейін Октанның өзіне бардым, онымен сөйлестім. Сөйлескен кезімде ол маған телефоннан көрдің бе сен, ерсінді қараш, бұл адамға сәжде жасауға болады деп әлгі монтаждалған видеоны көрсетіп жатыр деп. Мен айттым дейді, негізі мен оны көрдім, ол жерде олай өйтіп айтпайды деп. Айтып білдіріп кеттім дейді. Содан кейін бір жігіттер барса, оларға да соны көрсетіп жатыр дейді. Айтылды, олай айтпайды, ол айтып жатқан жоқ. Ол адамның адамға сәжде жасауы харам деп айтады деп айтып кеткен. Одан кейін барса, тағы да көрсетіп жатыр. Яғни, субханалла, шейх Саид Фуда айтатын бір сөз бар. Осы Алланың ұқсатушылар деп, мүшәббих мүжәссимдер қарсыластарына қатысты өтірік айтуды адал деп біледі деген сөзі бар да, сөйтіп айтады. Мен естіген кезде айттым, ол кісі қатты айтып жіберді, ондай емес қой онда. Құдайдан қорқады ғой, өйтіп айтпайды ғой деп. Бірақ күн өткен сайын сол сөздің шындыққа жақын екендігіне, немесе шындық екендігіне көзім жетіп жүр. Себебі, адам білместен, нақты естіместен өйтіп жала жабуы, білгеннен кейін де ол нәрседен қайтпауы, бұл қарсыласқа қатысты өтірік сөйлеуді адал деп білетін ұстанымда сияқты. Енді егер олар оны соғысқа, әлгі майдандағы соғысқа қияс жасайтын болса, онда олар адасып. Білім мәселесінде ол нәрсе жүрмейді. Білім мәселесінде қиянат деген нәрсе болмайды, алдау. Ол алдауға болады деген соғыс, ол идеологиялық соғыс емес, егер бұны соғыс деп айтатын болса. Пікірталасты. Егер ол әлгі дұшпанмен, қарумен кездескен кездегі мәселе. Ал мына жерде сен қарсыларыңызға қатысты өтірік айта беретін болсаң, онда не қалды? Білім қалмайды ма ешқандай? Мен айта салам, ол өйтіп айтқан деп. Ол ұстазың білесің бе, ол айтқан деп өтірік айта салам. Болды ғой, онда ғылымға деген қиянат кетеді. Ғылымға деген қиянат жасалады. Аманат деген нәрсе қалмайды. Онда ешкімге сене алмайсың. Сол үшін біз арамызда ондай нәрсе болған жоқ. Телефонмен ешқандай сөйлесу болған жоқ. Бұл Ақтаудың жаңалығы маған қатысты.